Интернеттегі жаңа тренд. Спасибо, добрый дядя. Яғни қазақша аударғанда рахмет, мейірімді ағай дегенді білдіреді. Трендте жас қыз немесе жігіттер бөтен бір типа мейірімді ағай оларға не беріп кеткенін көрсетеді. Ал мына видеода болса печеньенің ішінен ине шыққан. Мысалы міне тиктоктың поисковигі еш қайсынан жақсы нәрсе шықпаған. Енді бір ғана сұрақ бар. Не үшін адамдар бұндай нәрсемен айналысады? Барлығы просто оларға жетіспейді. Иә, оларға жетіспейді, барлығының миларында ауытқуы бар. И ондай адамдар сіздер ойлағаннан әлде қайда көп. Естеріңізде болса, уағында көп деген ата-аналар шығып еді, иә? Детская площадкаларда жатқан тәттілерді тауып алдық, ішінен ине шықты деп. И бұндай жағдайлар өкінішке орай тек жаңалықта и интернетте ғана емес, так что сақ болып жүріңіздер. И міндетті түрде Диананың қызықтарына жазылып алыңыздар. Ақыл.